Абай Құнанбаев 10 тамыз 1845 жылы бұрынғы Семей өзі Шыңғыс болысында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Ибрагим. Хәкім Абай ақын, философ, ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің іргетасын қалаушы. Абай атамыздың өкініштерінің бірі білімге кеш қолын созғаны. Абай атамыз озбырлықпен, әділетсіздікпен айналысамын деп жүріп, білімнен шеттеу қалған. Абай атамыз шығыс пен батыс өркениеті мен мәдениетін жетік білген. Bir қатар әлем ойшылдарының еңбектерімен таныс болған. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ атамын, оны да ойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма, деп Абай атамыз өзінің тәрбиелі, мәнді, патриоттық сөзімге бөлейтін өлеңдерін қалдырып кеткен. Абай Құнанбаев құлақтан кіріп бойдалар. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен дәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып. Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойда жылытып. Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймайма бастауға. Біреу түртсе, иә қақса, бой тоқтамас шысқауға. Бір күйгізіп, сүйгізіп, ескі өмірді тіргізер. Өмір тонын кигізіп, шоқты бар жүргізер. Абай Құнанбаевтың 20-шы қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, ол өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол адам баласымен бірге жаратылған нәрсе, оны адам баласы тапқан емес. Егерде біз оған іліксек, одан құтылу өте қиын. Тіпті қайраттанып артымызға лақтырып кетсек те, ол алдымызға шығып, бізді жеңіп кетеді. Ақылы түгел, ол адамның баласы байқамаса, ол адамның баласының жалықпайтын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, кербездіктен де, киімнен де, көңілден де, тойдан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалғамыз. Оның баянсызын көреміз. Тіпті соңында одан бұрынғыдан да көңіліміз кете бастайды. Бір нәрсе бір уақытта тұра бере ме? Жоқ. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұра бермейді. Алла тағаламыз әрбір мақұлыққа бір қалыпты тұруды берген жоқ. Сонда көңіл қалай бір қалыпты тұрады? Абай Құнанбаев 31-ші сөз. Естіген нәрсені ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Сол нәрсені естігенде, я көргенде хибратләну керек. Көңілден тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішіне бірнеше уақыт ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, ойға салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселері.